Қайырлы күн, құрметті достар. Бұл бейне нұсқаулықта отау және наурыз бағдарламалары бойынша қосымша өтінім берудің жолы көрсетіледі. Отау және наурыз бағдарламаларына қатысу үшін жеке кабинетке кіріп, менің өтінімдерім бөліміне отау және наурыз бағдарламасы тармағын таңдауыңыз қажет. Сол жерден өтінім беру батырмасын басыңыз. Бағдарламаның шарттарымен танысып, жылжымайтын мүлікті сатып алатын аймақты және өтініш берген кездегі тұрғылықты аймағыңызды таңдаңыз. Шарттармен танысқаныңызды растау үшін белгі қойып, жалғастыру батырмасын басыңыз. Келесі қадамда жалғастыру батырмасын тағы басыңыз. Мұнда сіз депозитті таңдап шарттармен келісіп, қайтадан жалғастыру батырмасын басуыңыз керек. Сізге телефоныңызға растау хабары келеді. Оны растауыңыз қажет. Растау аяқталған соң мәліметтеріңізді қарап шығып белгі қойып, жалғастыру батырмасын басыңыз. Келесі қадам жұбайыңыздың жылжымайтын мүлкіне тексеріс жүргізу. Банк 3 жұмыс күні ішінде тексеріс жүргізеді. Банк тексерісі аяқталған соң жаңарту батырмасын басыңыз. Тексеру сәтті өткен жағдайда растау батырмасын басыңыз. Егер сіздің атыңызда жылжымайтын мүлік жоқ екені туралы хабарлама шықса, жалғастыру батырмасын басыңыз. Барлық шарттармен танысып, электронды цифрлық қолтаңба арқылы құжаттарға қол қоюыңыз қажет. Барлық өтінімдер мен келісімдерге электронды цифрлы қолтаңба арқылы қол қойғаннан кейін жалғастыру батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз! Сіз отау және наурыз бағдарламасына қатысуға өтінімді сәтті жібердіңіз. Енді өтінім бетіне өтіп, өз өтініміңіздің статусын бақылай аласыз. Немесе қажет болған жағдайда өтінімді жоя аласыз. Сізге сәттілік тілейміз. Құрметпен, Отбасы банкі.